Бүкіл витамині бойында сақталып қалатын, денсаулыққа өте пайдалы, банкада дәмлама жасайтын боламыз. Жапырақ етіп туралған ит пен құйрыққа тұз, қара бұрыш, зіра салып, жақсылап араластырып қоямыз. Ендігіде көкөністерде барлығының мөлшерін атауын төменге жазып қалдырамын. Тұз, қара бұрыш, паприка, біраз қасық томат салып, жақсылап араластырып қойыңыздар. Орам жапырақты да турап дайындап қоюды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте банкамыздың түбіне құйрық майы, одан соң ет, пияз, сәбіз, барлық көкөністерден араластыра отырып салып, ең жоғарғы бөлігіне орам жапырақ және де лавр жапырағын салып, қақпағын жауамыз. Дайын болған банкілерімізді кастрөлге орналастырамыз. Алдымен түбіне міндетті түрде орамал төсеп алыңыздар. Банкімен бірдей етіп су құйып, бір қайнағаннан соң орташа отта 2,5 сағат қайнатасыздар. Пай қараңыздаршы, сорпасы өзінен шықты. Ешқандай су қосқан жоқпын. Нағыз дәруменге бай, құнары бойында сақталған керемет дәмді асымыз дайын болды. Ас болсын парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыздар.